Естіліп жатыр ма, қыздар? Естіліп тұр дейді, өте қуаныштымын қыздар. Қазір қыздар жиналсын, жақсы. Майларыңызды дайындап, кремдарыңызды дайындап отырсыздар ма? Еш нәрсе мешать етіп жатқан жоқ па, қыздар? Дыбыстар естіліп жатқан жоқ па? Әрине сақталады, қыздар. Жиналып жатыр, пока 12 қыз болды. Қазір 1 минут болсын, сосын бастаймыз, жарайды ма, қыздар? Қалдарыңыз қалай? Жаңа жылға қалай дайындық болып жатыр ма, қыздар? Именно менің марафоныма қатысып жатқан қыздар, жаңа жылда ешқандай срыв жасамаймыз. Жаңа жылда міндетті түрде демалыс болады, 3 күн демалыс болады. Бірақ марафон ары қарай 3 күн созылатын болады. Яғни осы 3 күн сіздер мереке болғандықтан суретке түсіретін ешқандай уақыттарыңыз болмайды, қыздар. Сол себепті мен 3 күн демалыс берем, бірақ ешқандай срыв жасауға болмайды. Барлығы правильное питание, яғни дұрыс тамақтану керек сіздер. Бірақ ешқандай отчет жібермейсіздер, қыздар. Так, 14-15, жақсы, қыздар. Сағат 9 болды. Мен тез көрсетіп кетейін сіздерге, жарайды ма? Қалай дұрыс массаж жасау керек екенін. Солай сіздер именно менің марафоныма қатысып жатқан қыздардың көбісі басында өте көп салмақ тастайды. Сол кезде көбінде осындай проблема болады, бетімен проблема болады. Өйткені сіздерде организмнан артық сулар кетеді, артық шлак, токсин, тұздар кеткен кезде сіздердің беттеріңіздегіде кәдімгідей әжім пайда болуы мүмкін. Соның алдын алу үшін міндетті түрде массаж жасап жүріңіздер. Ең бірінші массаж жасамас бұрын бірден дикий массаж дейді ғой, бірден бетке көшуге болмайды, қыздар. Ең бірінші область декольте деп айтады ғой, мына жер. Осы жерден бастауларыңыз керек. Егер мойындарыңыз былай салбырап қалғанын қаламасаңыздар, иықтарыңыз түзу болу керек. Түзу иық болу керек. Қай жерде жүрсеңіздер де, қалай жүрсеңіздер де, иықтарыңызды түзу ұстап, мойындарыңызды биік ұстап, солай жүретін болсаңыздар, сіздерде әжім болмайды, қыздар. Массажды бастамас бұрын ең алдымен осы жерлерімізден бастаймыз. Яғни артқы жақ бар ғой, мына жерде сіздердің иықтарыңыз түзу болу үшін, мына жердегі мышцалар дейді ғой, сол мышцаларды міндетті түрде уқалап, жақсылап тұрып массаж жасау керек. 1-2-3 минут осы жерлеріңізді жақсылап осылай уқалайсыздар. Түсінікті ғой, сіздер қазір көріп отырсаңыздар, ваннаға барып менімен бірге жасасаңыздар, тез үйреніп кетесіздер, қыздар. Осылай 1-2 минут, сосын осылай 1-2 минут жасайтын боласыздар. Ол бірінші осы екі жағынан осылай жасасаңыздар болады. Егер қолдарыңыз жетпей жатса, біреулеп жасасаңыздар болады, осылай. Түсінікті ғой, бұл бір. Екінші, қыздар. Екінші, қолды былай. Менің қолым жетеді, сіздерге жетеді ме, жетпей ме білмеймін. Осылай қоясыздар. Осылай қоясыздар да, сосын бастарыңызды созасыздар. Бірінші оңға, кейін солға. Мені қараңыздар. Былай созған кезде мойын тартылу керек. Прям мына жерлеріңіз бар ғой, сезу керек. Нагрузканы сезу керек. Вот сонда жақсы нәтиже болады. Қараңыздар. Осылай 7-8-10 секундтай тұрасыздар. Қанша шыдай аласыздар, вот сонша тұрыңыздар. Мысалы 4-5
15 секунд тұрасыздар. Сәл демалып аласыздар да, сосын сол жаққа қарай бұрасыздар. Прям мына жердің бәрі сезу керек. Осы тартылысты сезетін болса, жаңа әжім деген сіздерде пайда болмайтын болады. Сіздер профилактика жасайтын боласыздар. Бірінші оңға созасыздар, сосын солға қарай созасыздар. Түсінікті ғой, әрқайсына где-то бір 2 минуттай немесе 1,5 минуттай жасаңыздар, осы жерлеріңіз прям чувствовать ету керек. Немесе былай жасаңыздар болады. Қараңыздар. Прям былай тартып. Көрініп тұр ғой, сіздерге? Осылай жасаңыздар болады. Кей қыздар былай жасай алмайды, сол себепті мен қолымды крест қылып сіздерге көрсетіп жатырмын. Прям созылып чувствовать ету керек. Енді 3. Екі қолды аламыз, мына жерге қоямыз. Осылай қоямыз да. Басты оңға, сосын солға қарай. Бірінші оңға қарай. Созамыз, сонда жаңағы мойын тартылу керек та. Тартылған кезде, прям теріңізбен бірге тартылған кезде сіздерге жаңағы сезіледі. Сонда теріміз тартылады, әжім болмайды. Әжімнің профилактикасы. Осылай бірінші оңға, сосын солға қарай. Прям мына жерлеріңіздің бәрі сезу керек. Сіздерде жаңағы нагрузканы сезіп тұру керек. Сонда сіздерде жақсы нәтиже болады. Бұл 3. Енді 4-ші қыздар. 4-ші қолды қайтадан қоямыз осы жерге. Осылай қойып қоямыз да. Мына иек бар ғой, иекті алға тартамыз. Сосын бүкіл басты жайлап артқа қарай жібереміз. Бірге жасап көрейік. Иекті алға тарттық. Мына жерлеріңіздің бәрі тартылу керек. Мына жердің бәрі тартылу керек. Қатты тартылса, қанша алға қарай тартып аласыздар, сонша тартып көріңіздер. Енді артқа қарай. Мына жердің бәрі осылай 3-4 рет жасау керек. Қайтадан көрсетейін, алға қоямыз. Мына жердегі тері бар, мына жердегі тері. Осыны сәл артқа қарай бүйтіп тұрамыз да. Артқа қарай сәл созып тұрамыз. Артқа қарай сәл создық. Енді иекті алға, сосын басты артқа. Көрінді, сіздерге түсінікті ме? Естіп жатқан болсаңыздар, бір естіліп жатыр деген бір белгі беріп кетіңіздер. Жүрекшен бассаңыздар болады. Бұл 4. Түсінікті ғой, енді мына жердегі екінші иек дейді ғой, екінші иекті бізде болмауы үшін міндетті былай жасаймыз. Тез жасаңыздар болады, немесе қалай жасай аласыздар, солай жасаңыздар міндетті. Екінші иек болмау үшін жасауымыз керек. Тез жасаңыздар болады. Мен сіздерге түсінікті болсын деп жай жасап жатырмын. Көріп үйреніп алыңыздар, сосын өздеріңіз күнделікті күнде жасайтын боласыздар. Таңертең жасасаңыздар болады, немесе кешке жақын осылай мен сияқты сағат 9-да жасасаңыздар болады қыздар. Жарайды ма? Осылай жасайсыздар. Ол 5 қыздар. Түсінікті, Енді 6-шы. 6-шыны жасау үшін мына екі қолды. Енді мына жерде екінші подбородок болмау үшін біз профилактикасын жасадық қой. Енді 6-шысын жасаймыз. Мына қол мына жерге жасайтын боламыз. Түсінікті ғой, мына жерге. Қолды қоямыз, былай. Асын көріп тұрған жақсыздар. Мына қол екеуін былай тұру керек. Теріні мына екі жақтың құлақтың асты бар, мына екі құлақтың асты. Сол жаққа тартуымыз керек. Жақсылап тартамыз, қараңыздар. Тартамызды құлақтың түбіне апарамыз, сосын соны астына қарай түсіреміз. Мына жеріне сүйек көріп тұрсыздар ғой, осы сүйекке түсіреміз. Қайтадан. Бұл яғни мына жердегі артық суларымыздың барлығы кетіп осы жерге баратын болады. Ключица дейді, ключицаның үстіне барады. Қараңыздар.
бүкіл терілеріңіз тартылып әп-әдемі болып шығасыздар қыздар. Бір ай жасайтын болсаңыздар тіптен керемет. Арықтайсыздар, онымен қоса беттеріңізден жағы әжімнен аман қалатын болады, ешқандай әжім түспейтін болады беттеріңізге. Түсінікті, бұл 6-шы болатын. Енді міне қараңыздар, мына жерде көп қыздарда жаңағы прям бүйтіп қалады, бүйтіп қалады. Вот сондай әжімдер бар. Соның барлығын кетіру үшін міндетті түрде қараңыздар. Мына жерде шұңқыр бар ғой, мына шұңқыр, сол жерден бастайсыздар. Жақсылап тұрып, массаж. Сосын қыздар, мына бетті сіздер бастадыңыздар ғой, бетті бастаған кезде любой май аласыздар, міне кокосовый масло. Сіздер қалаған кремдарыңыз болсын, қалағандарыңыз асаңыздар болады. Азырақ алып аламыз да. Көп керек емес қыздар, қатты майлы болудың қажеті жоқ. Жағып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде крем немесе май, менде кокосовое масло, сіздер жүзімнің майы дейді, әртүрлі косметический кремдар бар ғой, соларды қолдансаңыздар болады. Жақсылап жағасыздар, қатты шоқылдатып, бұлқылдатып олай жағудың қажеті жоқ. Слегка қыздар, мына қолдың ұшымен ғана жағып шығасыздар болды. Жақтыңыздар? Әр жаттығуды қыздар 1-2 минуттан қайталасаңыздар болады. Әр жаттығуды. Прям, мысалы, мына жаттығу бар ғой, жасадық қой, көз қалай. 5-6 рет жасасаңыз болды. Бір күнде жеткілікті. Сол 5-6 рет жеткілікті қыздар. Көрініп тұр, енді келесі 7-шісі. Жаңа майды жақтық. Енді керісінше. Мына жеріңіздегі әжім, мына жеріңіздегі әжім, мына жеріңізде көп ересек әйелдерде көбінесе осылай прям қыртыс болып кәдімгідей әжімдер көрінеді. Соның барлығын алдын алу үшін қыздар жасаңыздар. Бірінші ішіне қаратамыз. Енді сыртына қаратамыз. Сіздер үйреніп алыңыздар. Сосын күнде жасайтын боласыздар. Енді сыртынан 5-6 рет жасаңыздар. Мына жердегі әжімдердің прям ішіне, глубинасына кіру керек та, сол арқылы жаңағы қыртыстардың барлығы бүйтіп жайылатын болады. Әжімдеріңіздің барлығы кететін болады қыздар. Көрдіңіздер, осылай қайталайсыздар. Енді ерінді алға қарай созамыз. Алға қарай топамыз, и оны алға қарай созамыз. Енді қараңыздар, мына жерді біз тарттық қой, былай, құлақтың астына қарай. Енді мына орта бар, сосын мына жоғары жақ бар. Ортаны біз былай істеген кезде, мына құлақтың ортасы бар ғой, мына көрініп тұр сіздерге. Вот сол жерге алып келулеріңіз керек. Прям былай жоғары қарай кетіп қалмасын, немесе астына қарай түсіп кетпесін, өйткені тері салбырап қалуы мүмкін қыздар. Жарайды ма? Қараңыздар. Бірге жасайық, Енді ортасы, астын істедік, енді ортасы. Қыздар, мен қатты
болған кезім болмаған. Мына төбесін, мына жер жоғары жаққа, орта мына ұшына барады, жоғары жақ, мына құлақтың жоғары жағына барады. Түсінікті ба? Ортаға, жоғары жағына. Енді қараңыздар. Бұл 8 еді, мынау 8 құлақтың мына жеріне дейін. 8, мынау 9 құлақтың мына жеріне дейін. Бірнеше рет жасайсыздар қыздар, былай. Мен қазір тез айтып өтпесем, көп уақыт отыра алмаймын прямойда. Енді былай. Көрініп тұр ғой сіздерге, иә? Осылай алып келесіздерді, жоғары қарай көтеріп, астына түсіріп, көтерді. Ключицаның бас сатқа, мына жері бар ғой, шұқыр. Осы шұқырға алып келуіміз керек. Осылай, астына қарай, сосын осылай. Бүкіл мына беттегі артық жидкостың барлығы, артық судың барлығы ысырылып, мына шетте, астына түсіп, лимфа узелдардың астынан түсіп, осы ключицаға құйылады мына жерге. Сонда жаңағы артық әжімнің барлығы кететін болады. Осылай. Түсінікті, қыздар? 11-ші болып кетті ма? 10 болды. Енді бұның барлығын жасады. Енді маңдайға келеміз. Маңдайды жасаудың алдында қыздар. Мына шаштарыңыз бар ғой. Енді шаштарыңыз қазір құртқыларыңыз келіп жатқан жоқ болуы мүмкін, бірақ сонда да айтайын. Міндетті түрде бірінші шашты массаж қылып алуымыз керек. Қараңыздар. Прям бастарыңыз жаңағы нагрузканы сезу керек қой. Сонда жаңағы қан айналымы, бастағы қан айналымы өте жақсы жұмыс жасайтын болады да, сол арқылы жаңағы терілеріңіз бір орында қатып, немесе астына түсіп кетпейтін болады. Түсінікті, осы жағын істейсіздер. Яғни, астын ортаға алып келеміз, мына екі жағын ортаға алып келеміз, сосын мына асты жағын ортаға алып келеміз. Жарайды ма? Мен қазір сіздерге тез көрсетіп жатырмын, бірақ сіздер бұлай тез жасамаңыздар. Жарты сағатты өздеріңізге арнаңыздар. Ерінбеңіздер барлығын, яғни күнде жасайтын болсаңыздар, бір айдың ішінде ешқандай сіздерде әжім болмайды қыздар. Это уже гарантия қыздар. Жасап болыңыздар, мен барлығын жасап болыңыздар. Енді маңдайға келдік. Маңдайды мына көп қыздарда жаңағы қандай да бір проблеманы ойлап жүреді, артық салмағын ойлап жүреді да, көп жаңағы мынау бүйтіп айтты, анау үйтіп айтты деп артық проблеманы мүлдем ойламаңыздар қыздар. Ойлай беретін болсаңыздар, ол проблема бітпейді. Сіздер ойлап мына жерлеріңіздің бәрін былай жүреді, көп әйелдерді байқаймын, вот так ходит. Мына жердегі жаңағы әжімнің барлығы алдын ала сіздер алдын алмасаңыздар, кейін уже пайда болғаннан кейін оны жаңағы қалыпқа келтіру өте қиын қыздар. Сол себепті всегда позитив деп болады. Мен өз қыздарыма айтамын, всегда позитивно жүріңіздер. Ешқашан негатив ойламаңыздар. Барлық қолдарыңыздан келеді, барлығын орындай аласыздар. Ең бастысы айтқанды орындасаңыздар болды деп. Вот енді маңдай. Мына жерге келдік, көрсе? Видно же, да? Осылай жатамыз. Көп әйелдерде осылай әжім, бұлай әжімдер бар. Мынау бұлай тұрған әжімді, осылай кетіресіздер. Бір күнде қыздар, бірден кете салмайды ол әжім. Бір күнде жаңағы майларыңыз сіңіп, тері өз қалпына келгенше сәл уақыт керек. Осылай.
бүкіл болады ғой бүйтіп қалған әжімдер. Кей адамдарда болады жақсылап тұрып жасаймыз. Енді қыздар естіліп тұрма сіздерде ешқандай реакция болмай қалды, қайта жүрсеңіздер. Енді былай тұрған әжімді кетіру үшін мына қолды былай түсіп жүрмеңіздер, астына қарай түсіп жүрмеңіздер. Былай ұстап тұрыңыздар. Қастың үстіне ұстап тұрыңыздар да. Әжімдердің бәрін аламыз, былай тартамыз. Әжімді аламыз, тартамыз. Қыздар, мен өзім дәрігермін. Мамандығым қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы. Поликлиникада жұмыс жасаймын. Сол себепті менде артық салмақ болмаған. Өзімнің мамандығым қоғамдық денсаулық сақтау болғандықтан менде жаңағы осы дұрыс тамақтануға сол кезде студент кезімде кіріскенмін. Сол кезде оқыдым 4 жыл, 5 жыл оқыдым қыздар. Сосын сертификатқа бөлек тағы да оқыдым, осы диетолог сертификатына. Еще Украинада оқыдым. Дұрыс тамақтану жайлы біраз ақпарат білу үшін көп оқыдым. Түсінікті, қыздар? Бірінші былай жасаймыз. Жаңағы бүкіл былай қыртыстарыңызды кетіру үшін бірінші былай. Қатып қалды ма? Естіліп жатыр ма, қыздар? Қарап жүріңіздер. Қатып жатыр ма, или естіліп жатыр ма? Реакция қалдырыңыздар. Осылай жасаймыз. Естіліп жатыр, жақсы, өте қуаныштымын. Все, қыздар. Түсінікті, енді қараңыздар. Мына тері бар, бүйтіп қалған жаңағы нелеріңіз, әжімдеріңіз. Соны былай, мына жерде ұстап тұрамыз. Былай қайтамыз. Мына жібер жерді мына жерде былай ұстауға болмайды, қыздар. Былай емес, прям ұстап тұрасыздар. Мына жерді фиксировать етіп ұстап тұрасыздар. Қуаныштымын, қыздар, жақсы көрініп жүрсін. Осылай алып келдіге, енді мына жақты ұстап тұрасыздар. Бұл бүйтіп созылып кетпесін. Просто ұстап тұрасыздар. Көрініп тұр, осылай алып келесіздер. Яғни бірінші бұлай, сосын бұлай. Бұның барлығы, қыздар, профилактика. Бұл прям 100% жаңағы әжімдеріңіздің, бар әжімдеріңіздің барлығы кетіп қалады деген сөз емес. Бұл жаңа арықтау процесінде сіздерде осындай қосымша әжім болмау үшін алдын ала осылай массаждарды күнде жасап жүретін болсаңыздар, сіздерде ондай әжім болмайды болады, қыздар. Осы түсінікті, енді көз айналасын. Қараңыздар. Ұстап тұрасыздар. Былай алып келесіздер да. Менің камерам қалып кетсем деді. Қанша уақыт жасау керек болғанда, қыздар, сіздер егер шынымен де әжімдеріңіз болып тұрып, соны кетіргілеріңіз келсе, күнде, енді жасау керек қой күнде. Ал егер мүлдем әжім болмаса, именно арықтап жатқан кезде ғана қолдансаңыздар болады. Сосын уже аптасына 1 рет, 2 рет жасасаңыздар болады. Көзге бастап тұрады. Екеуін алып келеміз. Көздің айналасына. Мына жерді бүйтеміз. Все, мына жерде стоп. Енді мына екі палец. Сіздерде осы жерлерде әжім болмау үшін, қыздар, көздің айналасында көп адамдарда әжім бар.
бір, иә, көздің айналасында. Екіншісі дірілдетулеріңіз керек қой. Бүкіл мына кожаның барлығын, терінің барлығын дірілдетулеріңіз керек. Яғни олар живой болу керек. Егер живой болатын болса, увлажненный болатын болса, кәдімгідей жаңағы май жағылып беттеріңіз кәдімгідей нәрленіп тұратын болса, сіздерде әжім болмайды. Ал нәрі жоқ, құрғақ, арықтау процесінде еще су кетеді организмнен, оның барлығы әжім түсуіне алып келеді. Сол себепті міндетті түрде жасап жүріңіздер. Екіншісі. Жасаңыздар, бұның барлығы үй жағдайында қыздар. Мен прям жаңағы офиста отырып былай істеңдер деп айтып жатқан жоқпын. Барлығы қарапайым, қолжетімді нәрселер профилактика ретінде қолданамыз. Түсінікті, иә? Солай жасаңыздар болады. Енді қайтадан жаңағының барлығын бір қайталап өтейік. Иә? Жаңа көрмей қалған қыздар. Түсінікті ғой барлығы. Соның барлығын бір қайталаймыз, сонымен аяқтаймыз қыздар. Бірінші массаж бастаған кезде арқадан бастаймыз. Мына екі лопатка бар, екі лопатканың ар жағында, ортасында. Менің телефоным түсіп кете берді. Кешірім сұраймын қыздар. Шкафтың ішіне салып қойған ғой, барлығына көрінсін деп. Осы жерде мышцалар бар, бұлшықеттер. Сол бұлшықеттерді жақсылап тұрып 2-3 минуттан массаж жасаймыз. Бұл бірінші. Егер сіздерде әжім болмасын десеңіздер, мойындарыңызда, беттеріңізде әжім болмасын десеңіздер, иықтарыңыз түзу тұру керек. Иық түзу, мойын жоғары. Бүйтіп жүрсеңіздер, сіздерде точно әжім болады қыздар. Сол үшін сергек жүресіздер, мойындарыңыз биік тұрсын, осындай жүрсеңіздер, әжім болмайды. Артқы массажды жасадық, иә? Екінші, өзімізді құшақтаймыз. Өзімізді құшақтап аламыз да, басымызды бірінші оңға созамыз 3-4 секунд. Сосын солға созамыз. Оңға. Сосын солға созамыз. Үшіншісі қыздар, қолды жатқанда қыздар, сіздер жастықсыз жата алатын болсаңыздар тіптен жақсы. Ал жастықпен ғана жатам десеңіздер, онда жастықпен жатасыздар. Қалай жас кездеріңізде үйреніңіздер, солай жатасыздар ғой. Бірақ жатқан кезде мына бүкіл мынаның барлығы тіке жатса, тіптен жақсы. Так, 3 осылай қоямыз. Қоямыз да басты қайтадан оңға, сосын солға. Оңға. Создық. 7 секунд, 10 секунд қанша тұра аласыздар, прям сезулеріңіз керек, нагрузканы сезу керек. Мына жерде бүкіл бұлшықеттердің барлығы сезу керек қосыл сіздердің шынымен де массаж жасап жатқандарыңызды. Енді солға. 3. Енді 4. Қайтадан қолды алға қоямыз. Иекті алға созамыз, сосын басты артқа тастаймыз. Қойдық. Мына тұрған кезде сәл кожаны астына қарай тарту керек та. Мына жердегі жаңағы қыртыс пайда болмау керек. Қойдық, астынан тарттық. Иекті алға. Басты артқа қарай. Қайталаймыз. Мына жердегі бұлшықеттердің барлығы сезу керек қой сіздердің массаж жасап жатқандарыңызда. Енді келесі. Беттеріңізге жаңағы майларыңызды жағып аласыздар. Енді қатты шоқылдатып жағудың қажеті жоқ. Слегка жағып аласыздар, соны өзі жеткілікті. Енді фук. Төмен қарай бүкіл сұйықтықты мына астына алып келеміз. Мына жерге ключицаға. Түсінікті, қыздар? Сіздерге түсінікті болса болды. Ең бастысы күнделікті жасап жүріңіздер. Так, дальше пошли. Енді мына жақтан бірінші ішке қарай. Осы жерде көп қыздарда, осы жерде жаңа не бар? Қыртыстар бар. Ішке қарай, сыртқа қарай. Естіліп тұрма қыздар, реакция қалдырамыз.
перменді алға тартамыз, сосын басамыз. Ана перменді түйеміз ғой, бүйтіп басамыз ғой, пермен түйгенде. Солай. Желкедегі тұзды қалай кетіруге болады, қыздар? Желкеде мына көбінесе осы артық салмағы бар қыздардың мына жері бугорок дейді ғой, мына жерде. Прям жаңағы тұз жиналып қалады. Массаж жасау арқылы кетеді. Тоже массаж бар өзін специально жақсылап тұрып былай жасау керек. Сосын салмақтан арылу керек. Вот сонда сіздерде жаңағы мына жеріңізде екінші бугороктарыңыз кететін болады. Түсінікті, иә? Мына түсінікті. Жасадық. Енді мына астын жасадық. Енді мына жер. Екінші, мына үшінші. Екіншісін жасаймыз. Фук. Астына түсірсек болады. Екіншісін қайтадан жасаймын. Фук. Сіздер жаңа беттеріңізге май, крем жаққан кезде влажный болып тұрған соң жақсы осылай тартылатын болады, қыздар. Егер құрғақ болатын болса, мұнда тартылмайды, дұрыс массаж жасалмайды. Маңдайды бастау үшін міндетті түрде шашты, бүкіл шашты жаңағы басты массаж жасауымыз керек. Мына бастан ортаға, мына жағынан ортаға, астынан ортаға. Түсінікті, иә? Бастаймыз. Былай, ортаға, астынан ортаға. Енді сіздер көп жасауларыңыз керек, 1-2 минуттай жасауларыңыз керек. Прям бүкіл мына терілер бар, бастағы терілеріңіздің барлығы сіздерді сезіну керек. Сезіну керек. Сіз массаж жасап жатыр екен ғой, осы қыз, осы адам массаж жасап жатыр екен деген ой болу керек қой баста. Жасадық, бүкіл басқа жасап алдық, енді маңдай. Мына жерде қыртыс болмау үшін, бірінші, мына жерде қыртыс болмау үшін. Кебеміз. Жақсылап тұрып ашамыз. Жақсылап. Астынан бастаймыз да, үстіне қарап жақсылап. Бұл бір, мына жердегі қыртысты кетіру үшін. Енді көп әйелдерде мына жерде қыртыс бар. Дұрыс па? Бірнеше қыртыстар бар. Оны алу үшін, төмен түсірмейміз, тек ұстап тұрамыз. Бастарда төбеге қарай қыртысты жаямыз ғой. Түсінікті, иә? Ұстап тұрамыз. Қатып қалды ма, қыздар? Осылай жасаймыз, мына жердегі қыртыстарды кетіру үшін. Сосын, мына жерді ұстап. Маған звондап жатыр екен, қатып қалып жатыр. Ұстап тұрамыз, тартамыз. Көрініп тұр ғой, иә? Прям тәп жаңағы қыртыстарыңыздың барлығын осылай өту керек қой, түзулеп. Енді мына жерді ұстап тұрамыз, керісінше жұмыс жасатамыз тері. Түсінікті, иә, қыздар? Осылай жасап аламыз. Енді көздің айналасы. Көздің айналасын мына жерді ұстап тұрамыз. Осылай алып келеміз да, мына көздің қастың төбесін уже дірілдетеміз ғой. Мына жерді ұстап тұрамыз да. Осылай ұстап аламыз да, дірілдетеміз. Бұл эфир, қыздар, негізі өзімнің жаңағы марафонға қатысып жатқан қыздарға арналады, негізі. Өйткені солар ғой енді арықтап жатқан. Соларда осындай проблема болмаса екен деп түсіріп жатырмын.
жазсаңыздар сұраған соң. Бұл бір екінші әдісі. Былай көздің алдына жан дірілдетеміз. Методын алға жан дірілдетеміз. Түсінікті, иә? Осы қыздар барлығын осылай 2 рет қайталасаңыздар да болады, тіптен жақсы. Желкедегі тұзды қыздар массаж жасау арқылы кәдімгідей мына жеріңізде прям уқалап тұрып массаж жасауларыңыз керек. Сол қыздар. Мен қазір қыздарыма жазуым керек, сол себепті қоштасуым керек. Сұрақтарыңыз болса жекеге жазасыздар. Сау болыңыздар.